Бағдарламамызды медицина тарауындағы жаңалықлар менен дауам етіреміз. Туракулов атындағы эндокринологиялық ilmi-ameli медицина орайы Қарақалпақстан Республикасы филиалында хирургия бөлімі өз жұмысын баслады. Бүгін бөлімде ташкентлі шпакерлер бірінші құрамалы операцияларды алып бармақта. Қазір хабаршымыз осы орыннан бізбенен тікелей байланысуға харекет етеді. Мархамат, эфирдесіз, арзайым. Рахмет, студия. Бүгін күнде Қарақалпақстан Республикасында 70 мыңға шақын эндокрин кеселіктер есапқа алынған болса, бұл бөлімнің жұмыс басылауы. Осы кеселікке байланысты болған құрамалы операцияларды әмелге асыруда ең жақсы бір қуанышлы уақиялардың бірі болды. Қазір менің саубетлесім академик Туракулов атындағы эндокринологиялық ilmi-ameli медицина орайы Қарақалпақстан Республикасы филиалы директоры Жеңіс Убиев. Жеңіс аға, бөлімнің бүгінгі имканиятлары қандай? Бүгінгі бөлім стекарының 2022 жыл 29 январ күні 102 президент қарары шыққан еді. Бұл қарарда стекарынан сол филиалlarda эндокрин бөлімнен шөкілместіру, диабетик невропатия бөлімін, пластик хирургия бөлімнен шөкілместіру көзі тұтылған еді. Сол қарарға стекарының өткен жылдан бастап қанта диабеті болатын пластик хирургия бөлімі жолға қойылды. Өткен жылдан бастап ал күні кешеден бастап эндокрин хирургия бөлімі жолға қойылды. Бұл эндокрин хирургия бөлімінде тикарның қалқансыман без кеселіктерінде болатын операция кеселіктерін дауалайды. Бұл 10 койка тикарланған. Күні кеше 2 операция істелінді. Бұл 2 операцияда бүгінгі күнде жағдай жақсы. Бүгін реанимациядан хирургия бөлімге көшірілді. Бүгін 4 операция да істелінбекте. Жүзді жақсы. Енді бөлімді медициналық аспап үскөнелермен тәмелеу жағдай қандай? Осы қарарда тикарында біріншіден өткен жылда 2 қабаттан жаңа аппарат құрылды. Бұнда 30 койка ұлма хирургия бөлімі болатын болса, соның 20 койкасы пластик хирургия бөлімі, 10 койкасы эндокрин хирургия бөлімі һәм 3 койкасы бұл реанимация бөлімі. Бұл бөлімге, хирургия бөліміне аспап үскөнелер тикарының орайласқан түрде Ташкент қаласына алып келінді. Бұнда хирургиялық аспап үскөнелер, рентген аспап үскөнелері, автоклав әмесі Ташкент қаласына алып келінді. Енді әлбетте бүгін күнде Ташкенттен келіп істеп жатырды деп жатырсыз операцияны. Енді өзіміздің жергілікті шпакерлердің осы операциялар бойынша тәжірибелерін асыру бойынша қандай жұмыстар алып барып жатыр? Бұл жұмыстарды біз өткен жылдан бастадық. Яғни өзіміздің хирург докторларымызды, реаниматолог докторларымызды Ташкенттегі орайға жібердік. Тәжірибе алмасып қайтуға. Тәжірибе алмасып қайтқаны жүзде жақсы болды. Ташкенттен келген хирурглармен бірге операция қылмақты. Рахмет, жұмысларда табыстар тілейміз. Әлбетте, бұқаралардың саламатлығын бекемлеу бағдарындағы бұндай инноватлы істер инсанлардың разылығына себеп болмақта. Рахмет, студия, әзірше бізде сұлар. Рахмет, мағлұматлар үшін бағдарламамыз болса дауам